пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламның хадисін келтірген екен. Пайғамбар алейхиссалам айтады, мен білемін дейді, ең ақырғы жәннатқа кіре тұрған адамды, ең ақырғы тозақтан шығып жәннатқа кіре тұрған адамды, ол адамды қиямет күні жаһаннамнан шығарып жәннатқа жақындатқан кезде оның кішкентай күнәларының алдына қояды екен, Аллах Тағала көрсетеді екен. Кішкентай күнәлар. Үлкен күнәларын көрсетпейді екен, кішкентай күнәларын көрсетеді екен. Сонда кішкентай күнәларын көрген айтады екен, мынау нәрселерді істедің ба дейді екен. Сонда жаңа пенде қорқады екен. Әгер мен істемедім десем, ана үлкен күнәларымды көрсетсем не болады? Масқара болам ғой дейді екен да. Сондықтан иә дейді екен, істедім Раббым дейді екен, істедім. Бәрін істедім дейді екен. Сонда Аллаху Субхану ва Таала ол күнәларды енді жақсылыққа айналдырыңдар дейді екен жаңағы. Күнәні жақсылыққа айналдырады екен. Қараса жаңағы күнәлар не отыр? Жақсылыққа айналдырады. Сонда пендені айтады екен, Раббым, кейбір күнәларымды көрмей жатырмын ғой дейді екен жаңағы. Анау кішкентай күнәлар сауап болғаннан кейін үлкен күнәлар еске алады екен да, үлкені де жаңағы сауапқа айналса кетейін деп тұр ғой, терең жәннатқа. Раббым дейді екен жаңағы кейбір күнәларымды көрмей тұрмын ғой дейді екен. Сонда пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам жаңағы күліп жіберді дейді, осыны айтып жаңағы. Мына жақта жаңағы 5-6 қағаз долларға евро айналып жатса, ана жақта бір там жаңағы газет жатқан болса айтасың ғой, ана жақтағы дилерде бар еді ғой деген сияқты. Аллаху Субхану ва Тааланың несі рахматы. Момын адам міне бұндай күнәдан ұзақ болу керек. Әлбетте Алладан ешқашан үміт үзбеу керек бауырларым. Қандай күнә істеп қойсаң да Раббымыз ол кешірімді. Пенде тауба қылудан жалықпаса, Аллаху Субхану ва Таала пендесінің таубасын қабыл қылудан ол ешқашан не қылмайды, Аллах Тағала не қылмайды, жалықпайды.